Bir күні анам bir қызметкерді шақырады. Сол қызметкер аспазшы болып жұмыс істейді екен. Оның пісірген пирогтары өте дәмді болатын, сүйсініп жейтін едік біз. Оның қалай пісіреді екенін білмейтін едік. Оның тағы да пирогы да тәтті, әсіресе шырадан жасалған пирог өте дәмді. Маған қатты ұнайды. Анам да сүйсініп жейді. Әсіресе әкем де. Бұл мен де қатты жақсы көремін. Анам жұмысқа кетіп қалды. Мен оны шығарып салған етіммін. Бұл кезде әкем де кетіп қалған. Жалғыз үйде қызметкерші мен ғана қалған етіммін. Әкем газет қарап кетіп қалды олда. Ал қызметкер маған пирог бере аласың ба деп сұрады. Сосын ол қорқынышты даусымен былай айтты. Ой, бабам, бұл өте дәмді пирог. Жейсің ба? Деп айтады. Мен бұл қорқынышты дауысты естіп, бірақ бұған мен мән бермедім да, жеймін деп айттым. Мен қатты сүйсінетін ірімшіктен жасалған пирогты жасаттым. Мен соңғы бүтін қалған кезімде бір қорқынышты нәрсені болып қалдым.